Армардақты ағайын, қадірменді автосүйер қауым, арнада Жеңіс Нұрлыбай. Сіздердің назарларыңызға бүгін тарихы тереңге сүңгіген Volkswagen Tiguanға шолу ұсынғалы тұрмын. Ролигімізді бастамас бұрын біздің арнамызға жазылып, видеоны чаттарда таратып жіберіңіздер. Ендеше кеттік. Неге Volkswagen Tiguan? Өйткені бұл 19 жылы барлығымыз білетін Volkswagen Polo седаннан да сұранысқа көп ие болды. Жалпы Volkswagenнің бетке ұстар кроссоверлеріне айналды. Біздегі Volkswagen Tiguan екінші буындағысы, алдыңғы буындағысы. Жалпы тарихына үңілсек, 2007 жылы Wolfsburgта құралып бірінші алғаш болып шыққан тұғын. Оның дизайны кішкене халықты зеріктірді. Ал мінекей екінші Tiguan'ымыз 17 жылы шығып, мінекей Volkswagen'нің тарихын жарды. Автокөлік жалпы базасы 7 сантиметрге үлкейді. Колесалық базасы 20 сантиметрге биіктеді және жалпақ болып, жоғарғы технологиялық автокөлік болып шыға келді. Жалпы Volkswagen Tiguan есімі ол Volkswagen халық таңдауы дегенді білдіреді, барлығымыз білеміз. Ал Tiguan тигрдай айбатты және де кесіртке игуанадай епті дегенді білдіреді екен. Мінекей, жалпы автокөліктің тікелей қарсыластарын еліміз Toyota RAV4 және де Kia Sportage'бен тікелей байланыстырады. Негізі дәл сол кроссоверлерге қарағанда біздің Volkswagen Tiguan жоғарғы технологиялық және дизайны да қарағанда өте әдемі ғой, шындықты айтсаңыз. Шанағы да енді Toyota RAV4-ке қарағанда қалың, дәл осылай барып Toyota RAV4-ті ұрып көріңіз. Содан кейін айырмашылығын өзіңіз байқар жатасыз. Tiguan'ымыз MQB жоғарғы технологиялық платформасында құрастырылып шығарылды. Автокөліктің оптикасы толық диодты және де ақылды. Ақылды деген себебім, автокөлік мысалға сіз түнге ұзақ жолға шықсаңыз, тікшанмен келе жатқан кезде сізге қарама-қарсы бетте автокөлік беттеп келе жатса, Tiguan өзі автоматты түрде өзінің тікшамын өшіріп, тек өзіне керек аймақты ғана жарықпен қамтамасыз етіп тұрады. Дамыған заманы десеңізші. Жалпы автокөліктің барлық елді өзінің назарына аударғаны ол автокөліктің жалпы бет әлпеті, қырлы диффузорлар, сәнді хроммен қапталған решетка жайлы айтсаңыз кешке дейін отыра беруге болады. Дөңгелектеріміз біздегісі заводтан осындай 19-дық мынандай берік және жеңіл дискімен шыққан. Автокөліктің жалпы бетіне бұлай агрессия беріп тұрған заттардың бірден бірі ғой. Тормозына келсек, автокөліктің тежегішінің диаметрі өте үлкен және де тормозы сезімтал. Рөлде келе жатқанда басқа автокөліктен отырғанда мынаған үйренісу біраз оңайға соқпайды. Дәл осы тормоздық дискілердің диаметрімен сіз 17-лік немесе 18-лік дискі саламайсыз, тек 19-лық өзінің заводтық дискісімен ғана жүре алады. Жалпы Volkswagen'нің арты бір артыңғы дизайнын балтамен шауып жасаған автокөлік сияқты, қыр-қырлы узорлар. Дәл мынау қыр Кастаправтың бір қорқынышты түсі десек те болады. Жалпы артында мына бір Full Motion деген эмблеманы қарасаңызда бір автокөлікті еске түсірмей ме? Audi RS-ті білесіздер ғой. Дәл содағы қызыл эмблема осыда да бар. Ол бізге нені білдіреді Full Motion дегеніміз? Full Motion ол автокөліктің жалпы қорап арқылы әр оське болып жатқан жағдайға байланысты күшті бөліп беріп тұратын функция. Жалпы автокөліктің арты мынау екі мұржаланған. Мұржасы фейк емес. Кстати, Mercedes секілді. Екеуінде де түтін шығып тұр. Жалпы жүк салғышына келсек, электронды бізде приводтар.
Жүк салғышымыз кроссоверге айтарлықтай кең де емес, кішкентай да емес. Жалпы біз қазекеңдер артына зат сыймаса ішіне де салып кете береміз ғой. Бұда ондай қорқыныш сезім болмайды, себебі мына бір тартпаны тартсаңыз біздің арқамыз құлайды, және де артына шаңғыны тиеп жеріп медеуге чулдай берсеңіз әбден болады. Кішкентай болса да бір вау, ол бізде мынау қолға ұстайтын фонарик. Бұны не үшін көрсетеді деп тұрсыздар ғой. Жалпы мынаның артында магнит орналасқан. Сіз мысалға түнде жолда бұзылып қалсаңыз, мынаны аласыз да жағып шанаққа жабыстырып жібересіз, және де баллоныңызды ауыстырып алып, қайттан алып кете берсеңіз болады. Немістердің бас дейді ғой негіз. Және де бұл барлық уақытта қуатта тұрады, ешқашан автокөліктің ішінен шықпайды. Өте ыңғайлы. Капотымыздың астында TCI моторы 2 литрлік турбо үдеткішпен. Дәл осы моторда 220 ат жылқы жатыр ғой. Қайманы қазаққа белгісіз жоғары технологиялық TCI жалпы біздің еліміздегілерді қуанта қойған жоқ. Себебі автокөліктің қызмет көрсетуі қымбатырақ бізге қарағанда, және де электроника жағынан өте қиын. Қорабымыз DSG автокөлікте. DSG-дан қорқудың қажеті жоқ, өйткені ол Volkswagen-нің ең бірінші буындарында проблемный болып келді. Өйткені себебі DSG-нің жұмыс жағынан өте әлсіз болды, және де автокөліктің қызметі өте қымбат болды. Оны қазір немістердің басына жетіп, дәл осыдан дорабатывать етіп, осылай жаңадан DQ500 атты қорап шығарды. Ол қорапқа әлі ешқандай Tiguan'ның егелері ренжіп келген жоқ. Жалпы автокөліктің салоны құдды бір Lamborghini Urus секілді, мұнаның бәрі қуыс болып жасалған. Немістерге мынау зазорлардың қуыстарына назар аударсаңыз, немістер бәрін чоткі жасаған, қараңызшы. Пластигіміздің өзі жұмсақ, ешқандай арзан пластик емес, мұнаның бәрі гипоаллергенді. Бірінші отқанда бір байқайтыныңыз ол алдыңыздағы мониторлы спидометр. Жалпы автокөліктің спидометр көрсететін дизайны өте әдемі, өзіне былай баурап алады десек те болады. Рөліміз, автокөліктің рөлі шағын ғана былғарыдан ұстағанға өте ыңғайлы, және автокөліктің басқаруына өте бір пайдасын тигізеді. Құдды бір седанды басқарып отқандайсың, бірақ сен қала жүрсінде кроссовермен жүре бересің мінекей. Автокөліктің сезімталдығы өте жақсы. Мониторымыз бәрі сенсорлы. Мынау бір жанындағы кнопкаларда барлығы сенсордан, жылдам, сапасы да жақсы. Және сіз стандартқа үйренген қазекең болсаңыз, мынау рөлдің сол жағынан push-start кнопкасын іздеп керегі жоқ. Push-start кнопкасы ортадағы селекторымыздың қасында орналасқан. Өте ыңғайлы негізі. Бірақ үйренісіп кету қиын. Жалпы ортадағы мынау бір селекторға назар аударсаңыздар, бізде 2 зоналық климат контроль, және де артында да 3-ші зоналық климат контроль бар. Алдағы 2 жолаушыға орындық жылытқыш, және жүргізушінің орындық жылытқышы мынау рөл жылытқышпен бірге жүреді. Енді немістер білген ғой, құйрығы жаураған адамның қолы да жаурайтын. Сондықтан да бәрі ойластырып істелген. Жалпы жүргізушінің орындығында массаж бар, бірақ жұмысы өте күлкілі. Құдды бір арқаңыздан біреу шынтағымен былай итеріліп жатқан сияқты. Мінекей ағайын, бүгін сіздердің назарларыңызға Volkswagen Tiguan кроссоверінің шолуын ұсындым. Пікірлер қалдырыңыздар астына, және де видеороликті чаттарда таратып, біздің арнамызға тіркеліңіздер. Сіздермен болған мен Жеңіс Нұрлыбай. Келесі кездескенше күн жақсы, сау саламатта болайық.